Ардақты әлеумет, Абай поэзиясы біз үшін бір ғана әдебиеттің ауқымында ғана емес, күнделікті тіршілігімізді, рухани әлемімізді, қарақан басымызды алып жүруден бастап, биік адамгершілікке дейінгі аралықты тегіс қамтыған жан-жақты құбылыс дер едім. Мен Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Бәтташұлы Сыдықов, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тарапынан қолдау тапқан Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай поэзия эстафетасын қабылдай отырып, ұлы ақынның қайрат, ақыл, жүрек, ғылымға арналған «Әуелде бір суық мұз, ақыл зерек» деген өлеңін оқимын. Әуелде бір суық мұз, ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық талапты, шыдамдылық, бұл қайраттан шығады, білсең керек. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ, жарым есті жақсы демек. Ақылда, ашуда жоқ, күлкіде жоқ, тулап қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым, сол үшеуінің жөнін білмек. Осы орайда халықаралық сипат алған поэзия тізгінін әріптесім, танымал ғалым, Ресей Федерациясы президентінің мәдениет мәселелері жөніндегі кеңесшісі Владимир Ильич Толстойға, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің ректоры, академик Виктор Антонович Садовничийға және ұлым Әлиханға жолдаймын.